Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерменен өте жұмсақ, жасалуы тез, жыртылмайтын, айраннан жасалатын кестелі құймақтың рецептісімен бөліспекшімін. Міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Егер менің видео рецепттарым ұнаған болса, достарыңызбен бөліссеңіз болады. Рецепт үшін қайнаған суымызға айранымызды, сұйық майымызды, 2 дана жұмыртқамызды салып, барлығын бірге біркелкі масса болғанша венчиктің немесе миксердің көмегімен араластырып аламыз. Керекті заттардың барлығы мөлшеріменен описанияда көрсетіледі. Описаниядағы жазылатын рецептпенен сіздерде 24 дана кестелі құймақ шығады. Егер де одан көбірек жасағыларыңыз келсе, онда рецепті 2 еселеуге болады. Біркелкі араластырған сұйық массамыздың үстінен қалауыңызша қант қосасыз. Шай қасықтың жартысын толтырмай ас содасын салып, қантымыз сұйық массада ергенше жақсылап тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Біркелкі араласқан массаның үстінен ұнымызды саламыз, керегенше саламыз. Рецептта көрсетілген ұннан шамамен 10 грамдай алып қалыңыз, себебі ұнның сапасына қарай салмағы да әртүрлі болып келеді. Ұнды сұйық массамызға салғаннан кейін, сұйық массамызға ұнымыз толығыменен біріккенше, ұн түйіршіктер қалмайынша толығыменен венчиктің немесе миксердің көмегімен жақсылап шайқап алуымыз қажет. Міне достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай сіздерде де дәл осындай біркелкі сұйық масса пайда болуы қажет. Құймақ пісіруге арналған табамызды қатты қызып тұрған отқа қойып, астына бірінші құймақты салмас бұрын май жағып аламыз. Бірінші құймаққа ғана май жағамыз. Одан кейінгі құймақтардың барлығын майсыз пісіріп алуға болады. Құймағымыздың керекті мөлшерін табаға құйып, бірінші беті піскеннен кейін екінші бетіне аударып отырып пісіріп аламыз барлығын. Отымыздың асты міндетті түрде максималды режимде тұруы қажет. Шетін құймақтың дәл видеода көрініп тұрғандағыдай ажыратып алсаңыздар болады алдымен табадан, сосын келесі бетіне аударып аласыздар. Міне достар, құймақтарымызды бірінен соң бірін дәл видеодағыдай етіп пісіріп аламыз. Егер менің видео рецептім сіздерге пайдалы болған болса, лайк қойыңыздар, дизлайк қойыңыздар, астына комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Егер де сіздің қандай да бір ұсынысыңыз болса, немесе болашақта менің каналымнан қандай рецепт көргіңіз келеді, оның барлығын комментарийға қалдырсаңыз болады.